Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүгін жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта яғни ары қарай фиал мадимен жұмыс істеп, яғни өткен шақтың жетістіктерімен жұмыс істеп, сөйлем құрап, ары қарай тілімізді жаттықтыратын боламыз. Біз жалпы осы күнге дейін яғни фиал мадиларды өттік. Фиал мади яғни ол өткен шақ, яғни мади деген өткен деген яғни фиал мади өткен шақтың жетістіктері. Тойып мысалы біздер осы күнге дейін өттік, яғни мысалы мына жерде кәтәбә деген ол жазды деген, яғни хуа, мына жерде хуа дамирі бар, яғни хуа кәтәбә ол жазды деген, ер адамға айтамыз хуа кәтәбә. Енді екі ер адамға қалай айтамыз, яғни ол екеуі жазды деп, ол екеуі жазды деп қалай айтамыз. Ол екеуі біздер білеміз, хума деп айтылады. Хума, ол екеуі. Енді хума ол екеуі жазды деп қалай айтамыз. Хума ол екеуі жазды. Хума кәтәбә, яғни кәтәбә сөзіне мына жерден былай алиф жалғаймыз. Сонда ол екеуі деген. Хума кәтәбә, яғни мына хуманы айтпасақ та болады. Жалпы мына жерде түсінікті болсын жазып қойып жатырмын. Тек қана кәтәбә деп айтсақ, мысалы, соның өзі жеткілікті, яғни кәтәбә десек, соның өзі жеткілікті. Яғни ол екеуі жазды деген. Бүгінгі тақырыпта осы, яғни фиалға, яғни өткен шақтың ертегіндегі екілік, яғни двойственное число дейді, екілік. Соған сөйлем құрап тілін жаттықтыратын боламыз. Кәтәбә, яғни ол екеуі жазды. Ары қарай әдеттегідей мен сөйлем құрап арабшасын жазып болғанша, яғни қазақшасын айтып арабшасын жазып болғанша, сіздер өз-өздеріңізге дауыстап менен бұрын қайталап айтуларыңыз керек арабшасын сөйлемнің. Бүгінгі тақырып яғни осы екілікке қатысты, үшінші жақтың екілігіне, яғни хума ол екеуі жазды, ол екеуі отырды, ол екеуі барды, ол екеуі келді деген сияқты, яғни үшінші жақтың екілік, яғни екі адамға қатысты немесе екілік формадағы сөйлемдерді құраймыз. Бастайық. Яғни мына кәтәбә деген ол жазды болса, негізгі фиал осылай болады, яғни словардан, сөздіктен қарасақ та осылай біз іздейміз. Енді осыны екілікке айналдыру үшін жай ғана алиф жалғай саламыз, сол кезде бұл екілік болады. Яғни бұл ертегіне, әйелтегіне алдағы уақытта өтеміз, жалпы бүгін тек ертегіне өтеміз. Ары қарай жалғастырайық сөйлем құрауды. Ол екеуі мешітке барды деп қалай айтамыз. Ол екеуі барды, яғни мешітке. Ол екеуі барды. Захаба, яғни захаба иля al-masjid. Захаба иля al-masjid, яғни ол екеуі мешітке барды. Келесі сөйлеміміз. Ол екеуі, яғни ол екеуі менімен сөйлесті араб тілінде деп қалай айтамыз. Ол екеуі сөйледі, яғни ол екеуі сөйледі. Тәкәлләмә. Тәкәлләмә, яғни тәкәлләмә менімен, мәғи, تكلم معي
Arap tilinde باللغة باللغة العربية. تكلم معي باللغة العربية. Ол екеуі менімен араб тілінде сөйлесті, яғни сөйледі. Тойып, келесі сөйлеміміз. Қалай айтамыз? Ол екеуі, яғни хат жазды. Ол екеуі жазды. Кәтәбә. Хат. Рисала. كتب رسالة. Ол екеуі жазды, яғни хат. Кәтәбә рисала. Тойып, келесі сөйлеміміз. Қалай айтамыз? Ол екеуі кеше, яғни кеше қалаға барды деп. Ол екеуі барды. Зәхәбә. Зәхәбә. Илә. يعني ذهب إلى قلعة المدينة. ذهب إلى المدينة كيشيه أمسي. ذهب إلى المدينة أمس يعني قولي كيشيه قلعة بارده. Toyib келесі сөйлеміміз. Қалай айтамыз? Ол екеуі кішкене, яғни Құран оқыды, одан кейін базарға кетті деп. Ол екеуі оқыды, яғни фиәл, яғни оқу фиәлі. Қо. Қороа. Қоро. قرأ. Ол екеуі оқыды. قرأ. Құран, Әл-Құран. قرأ القرآن. кішкене. قليلا. аз ғана деген, яғни قليلا. قرأ القرآن قليلا. одан кейін, яғни одан кейін яғни بعد ذلك. بعد ذلك. одан кейін بعد ذلك. Екеуі қайда кетті? Яғни екеуі базарға кетті. Зәхәбә. Ол екеуі кетті. Зәхәбә. إلى السوق. بازار. نجري يعني بعد ذلك برجي يكو بعد ذلك تيجي برسوس يعني. قرأ القرآن قليلا. بعد ذلك ذهب إلى السوق. طرق بيان түсінікті болсын, яғни бәрі бір сөйлем екен.
قرأ القرآن قليلا بعد ذلك ذهب إلى السوق. ол екеуі кішкене құран оқыды, одан кейін екеуі қайда кетті? Базарға кетті. Тойып келесі сөйлеміміз. Қалай айтамыз? Ол екеуі институтта оқиды деп. Ол екеуі оқиды. Дараса. Ол екеуі оқиды. Дараса. Дараса. Қайда? في الجامعة. درس في الجامعة. ولي كوين ست توقيت في الجامعة. درس في الجامعة. ولي كوين ست توقيت. طيب كده السلامس. Айтамыз, ол екеуі мені түсінді деп. Яғни ол екеуі түсінді. Фахима. 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 Яғни ол екеуі түсінді деген. Фахима. Ол екеуі түсінді. Мені. Фахимани. Яғни ол екеуі мені түсінді. Фахима. Мені. Ни. Фахима. Ни. Ол екеуі мені түсінді. Тойып, сөйлемді бір оқып шығайық. Сіздерде пауза қойып бір оқып шығыңыздар. ذهب إلى المسجد. تكلم معي باللغة العربية. كتب رسالة. ذهب إلى المدينة أمس. قرأ القرآن. قرأ القرآن قليلا. بعد ذلك ذهب إلى السوق. درس في الجامعة. فهماني. яғни бүгінгі сабағымыз осы екілікке арналған үшінші жақтағы, яғни ертегін ол екеуі деген, яғни ертегіне үшінші жақтағы хума ол екеуі. Хума ол екеуі. Яғни фиәлі кәтәбә, яғни кәтәбә. Хума кәтәбә ол екеуі жаз деген сияқты. Хума зәхәбә ол екеуі барды. Хума тәкәлләмә. Яғни соңында осылай алиф жалғаймыз. Хума кәтәбә, хума зәхәбә, хума қараға деген сияқты осылай дәрәсә деп айта береміз. Тойып, бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Баракаллаху фикум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.